Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қойдың қарнынан ыстық салат жасайтын боламыз. Ыстық салат десеңіздер де болады, жай салат десеңіздер де болады. Бізге осы қойдың қарнын алып пісіріп аламыз жұмсарғанша. Негізі нағыз витамин, нағыз коллаген осыда деп жатады ғой. Соны осылай салат қып ұсынып жіберсеңіздер өте дәмді болып шығады. Және желініп кетеді. Қойдың қарны құр бос қалып қалмайды. Мінекей біз қойдың қарнын ұзынша етіп, солонка дейміз ғой, солай қылып турап алдық. Одан кейін сәбізімізді күштен өткізіп, одан кейін осылай мен тәтті перецті, яғни бұрышты қолдандым. Егер сіздер ашты қып жасаймын десеңіздер, орнына полугорки немесе ұсақ ашты бұрышты қоссаңыздар болады. Үстіне сарымсағымызды, укроптың орнына басқа да петрушка деген сияқты басқа көксөктерді қоссаңыздар болады. Қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды және дәм татуына қарай тұзымызды салып, қызып тұрған сұйық майымызды осылай үстінен бұж еткізіп құямыз. Одан кейін жақсылап араластырып, тоңазытқышта 1 сағаттай қойып қойсаңыздар сіңіп, өте дәмді салат болып шығады. Негізі бұны бір қуырып алсаңыздар да болады. Осылай ұсына берсеңіздер де өте дәмді, бірден желініп кететін салаттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздерге ас болсын.